Саламатсыздар ма? Бүгін біз жасанды интеллект презентациямен жұмыс жасайтын түрін қарастырамыз. Яғни ол бізде presentations AI деп аталады. Яғни мен браузерге app presentations AI деген қатарды теремін. Міне осындай бет жүктеледі. Бастапқыда ашылған кезде sign up with Google деген бет шығады, яғни тіркелу керек болады электрондық почта арқылы, немесе міне Google арқылы кіру керек болады. Өз аккаунтыңызды бересіз. Онан соң start from an idea деген бетті басасыз. Мұнда түрлі тақырыптағы презентациялар құруға болады. Және де PowerPoint-тағы секілді емес, продвинутый презентациялар құруға мүмкіндік береді. Қазір мен мына жерге жазамын. Python программалау тілінде массивтермен жұмыс жазамын. Сонан соң мына жерде слайдтардың санын көрсетеміз. Яғни 10 слайдқа дейін тегін, 10 слайдтан кейін платный болып жүреді. Сонан соң мына жерден тіл таңдайсыздар. Қазақ тілін таңдаймын. Ары қарай мынау бізде popular templates for your role, яғни әркімнің әртүрлі жазатын жиі кездесетін сұраныстары. Generate presentation now деген кнопканы басамын. Шын мәнісінде өзінің қалауымен ақпарат тауып, интернеттен өзінің қалауымен презентация жасайды, бірақ осыған дейінгі жасалған презентацияларға қарағанда өте көрнекі, өте ыңғайлы, сөзі көп емес презентациялар жасап беріп жатыр. Міне, тақырыпты өзі тапты, орнатып жатыр. Презентация дайын болғаннан кейін оны редакторлауға болады, мәтін қоюға болады, сурет қоюға болады, шрифтін ауыстыруға болады. Шын мәнісінде өте ыңғайлы құрал, және де ары кетсе 3 минут уақыт кетеді бір презентацияны жасау үшін. Почти бітіп те қалды. Ұнамаған жерлерін, ұнамаған сөздерін редакторлап жөндеп алуға болады. Онан соң PDF форматта өзіңде жүктеп алуға болады компьютерге. PPT, яғни PowerPoint форматында да жүруге болады, бірақ ол ақылы түрде жасалады. PDF форматта мына жақтан редакторлап, суреттерін өңдеп бәрін жасап болғаннан кейін PDF форматқа экспорт жасауға болады. Міне презентация дайын болды. Play slideshow дейді, немесе start editing, яғни сразу көрсетуге болады, немесе редакторлауға болады. Мен редакторлау таңдаймын, себебі мынау тұрған мәтіннің шрифті өте кішкентай. Python программалау тілінде массивтермен жұмыс істеудің қатерлерін қарастырамыз деп дұрыс шығар. Так, енді мен шрифтін ауыстырамын. Міне төбеде панель пайда болды, осы жерден бассаңыздар үлкейеді. Әріптердің цветін таңдауға болады. Bold, италик, яғни жирный істеуге болады. Міне бір бет менде дайын. Мынау шрифтің таңдау түрі. Headline дейді, дисплей дейді. Екінші слайд бізде. Тілінде массивтермен жұмыс істеу. В принципе, мынаны жирный қоюға болады. Және мынаны кішкене үлкейтіп, шрифтін ауыстырып.
қоюға болады, жирный қылуға да болады. Так, бұл екінші слайд, массивтердің анықтамасы. Мынада тым кішкентай екен, кетейік. Кеттім. Енді мынаған басқан кезде айтады, маған барлығына осыны қолданайын ба дейді. Бұл жасанды интеллект қой. Я барлығына қолдан деймін, мен уже әрқайсысын редакторлап отырмаймын, ол өзі жасайды. Яғни шрифтін үлкейттім, соның барлығын шрифттарын үлкейтіп қойды. Мынаны да шрифтін үлкейтейік та. Симай қалды. И жирность қояйық. Мынаған шертсем, барлығын жасайын ба дейді. Я дейміз. Сонымен біз өзіміз осылай өзгертіп алдық. Келесі слайдта деректерді сақтау, артықшылықтар, тиімділіктері үлкейтейік. Қара түске бояй салайық. Немесе көк түске бояуға болады. Қара түс просто жақсы көрінеді. Мына екіншісінде барлығына солай жасай саламыз. Келесі. Мына өзі солай тұра берсе де болады. Массивтерді қолдану әдістері. Барлығына солай жасай сал дейміз. Үлкейді, мынаны да үлкейту керек. Соң жирность керек. Барлығы солай. Келесі слайдта мәселелерді шешуге қолдану. Шрифтін үлкейтсек болады. Барлығына солай. Және мынада шрифтін үлкейтіп, жирный жасауға болады. Мынада барлығына осылай. Өзіңіз осылай редакторлеп ала аласыз. Қазір мен енді суреттеріне тиіп жатқан жоқпын, суреттерінде өзгертуге болады. Бос болып қалып кеткен жер болса, сурет қоюға болады. Үлкейтсем сиян. Шрифтін ауыстырып қояйын. Қажет. Және барлығына солай. Өзімші слайдта. Түп және жирный. И соңғы слайдта мына сөздер бар. Бұны алып тастай аламын. Мынаған шрифтін үлкейтемін. Арттыру үшін соны жасадық дейді. Тастай саламын. Енді бұл интернетте немесе өзіңіздің дайын текстіңізді набирать етіп жүруге де болады. Мына жерде панельде бізде мынау егер берген дизайн цвет ұнамаған болса, цвет таңдауға болады. Дизайн презентация дейді. Қараңыздар. Түрлі дизайн ұсынады. Таңдасаңыздар болады.
Бұдан басқа темалар ұсынады. Цветтерін өзгертуге болады. Сосын мына жерде элементс деген бар. Мындай түрлі элементтер береді. Сонымен қатар мына жерде текст жазуға болады. Басып мына жаққа барып, және де сурет алуға болады. Мысалы үшін сурет қоямын десем, мына жерде мен upload image деймін да, сөйтіп компьютердің ішінен қандай да бір суретті жүктеп қоюым мүмкін. Мысалы үшін енді соңғы презентацияның үстіне баратын болды, себебі сол презентацияны активный қылып қойдық. Міне кез келген суретті қоюға болады. Соң оны жаңағыдай үлкейтіп, кішірейтіп деген сияқты қолдана бересіз. Былай или былай дұрыс. Бұл менің презентациям. Енді мен бұны экспорт PPT деген бар, яғни PowerPoint-тың презентациясы жасауға болады, бірақ ақылы түрде. Яғни бассам, міне көрсеңіздер болады. Сатып ал, 50 кредит тұрады дейді. Және поделиться деген бар. Осы жерде менде экспорт PDF деген бар. Сурет қылып алуға болады, және PDF мен надуым болады деген басам. Экспортинг документ деп біраз уақыт экспортқа дайындайды, яғни PDF форматқа ауыстырады презентацияны, сонан соң жүктеп береді. Кішкене күту керек болады, себебі PDF форматқа ауыстыру жүріп жатыр. Өте ыңғайлы, өте көрнекі презентация дайындалды. Мәтіні көп емес, білімі бар, білімі адамға ол мәтінді өзі ауызба-ауыз айтып кете беруге болады, және де презентация көрнекі түрде бүкіл бөлімдерін қамтыды деп ойлаймын. Міне мына PDF форматтағы презентация менің компьютеріме жүктелді. Осылай өте ыңғайлы құрал, өте ыңғайлы мұғалімнің көмекші құралы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.